Родной, здорово, қалайсың? Барлығы жақсы ма? Сен мен көріп отырмын, сенде барлығы жақсы да. Мен дегеннен де осындай қызықпау үшін сендерге осындай дауыспен сөйлеп отырмын ше. Негізі менің даусым осындай ғой. Осыны деген мен қарап отырмын, родной да. Сен менің видеомды көріп отыр екенсің да. Давай, міне мына жақтағы лайк кнопкасымен, міне мына жақтағы қызыл подписаться деген кнопканы басып, менің арнама кіріп келіп кет. Осы арнада деген бізде неше түрлі дерзкий видео шығатын болады, көрермендер. Қалдарың қалайда? Бүгін деген біз Машаның гулем, родной, ана жаққа баршы, баш ана жаққа баршы, родной. Сен мынандай дәусің да сон мешать етесің, гулем, родной, гулем, қоймайды бұл. Гулем, родной. Ой, осы көлемді айту, всегда қақалып жүре ма, всегда сөйлеген түсінбедім ше. Бүгін деген мен аюға қарсы шығатын боламын, яғни ше. Аю мықты ма, әлде мен мықтымын ба? Бүгін деген мен ауылдағы жетелердің барлығына жылқы таратып берейін деп отырмын да, олардың көңілінен шығып барлық нәрсесіне көмектесем ше. Ал аю болса не істейді екен да? Аю не істейді екен? Маған өте қызық ше. Аю не істей алады екен ше? Менің ойымша аю деген түк істей алмайды сияқты, не кажется бар ғой. Аю мүлде түк істей алмайды. Бүгін деген біз деген аюға қарсы шығатын боламыз ше. Күн деген кішкене қатып бара жатыр. Бүгін деген біз деген мына қарашы, мен мына родной, сенде жылқы бар ма? Бері қарашы, мынау қараған түрін қарашы. Родной бар ғой, менде жылқы жоқ, прикинь, менде не жылқы, не сиыр жоқ, менде мүлде ештеңе жоқ. Маған жылқы берші, Маша, по-братски деп тұр ғой. Біз қалай сонда өзіміздің жетелерге, біз жылқы сыйламаймыз? Кеттік, бүгін деген біз охотаға барамыз. Міне мынандай лукты алып аламыз, фүк еткіземіз. Ой, деген мені атамайды екен мода. Давай кеттік, біз деген жылқыға охотаға баратын боламыз. Че там, мына жерде неше түрлі хурюлар жоқ, свинка пеппа ма, сондайлар ғой. Кеттік, қатты жүгіреміз. Бізге деген жылқыны табу керек. Жылқы мына жерден табамыз ба? Жылқы деген бізге бір үйір жылқы керекші. Біз деген осы ауылға сыйлайтын боламыз. Сол кезде ауыл бүкіл маған даусын беретін болса, мен деген аюды жеңуім мүмкін ғой. Қалай ойлайсыңдар, аю жеңе ме, әлде мен жеңем баш? Родной бар ғой, саған көп рахмет осы арнаға тіркеліп лайк басып отқаныңа. Суға түсіп кеткенсің ғой, керек болса. Давай. Кәдімгі жостық секіресің, кәдімгі көріндер ме? Ой, мынауған. Братишка, науғым тағы. Қайсың науғым тағы? Не өртеп жүр? Мынау немене өртеп жүр? Біздің ауылды өртемейіндерші. Біздің ауылды өртемейіндерші. Бүкіл ауылдың бәрін бұршын шығырды ғой ма? Жылқы табайықшы, тез біз деген аюға қарсы шығымыз керек қой. Какана есте. Кім мына жерде мықты? Кім мына жерде супер-пупер, Кім мына жерде? Қалай ойлайсыңдар да? Жарайды. Кеттік, біз деген барып ше. Қайда барамыз? Біз деген барамыз да аюдың жынына тиеміз. Дек қояды ғой мынау деген, ақбозат, қайда жүрсің, ақбозат, родной, ақбозатым менің, міне біз деген ең бірінші ақбозатты таптық, яғни деген біз деген аюға қарсы шығып жатырық. Керек болса аю, мен сен жеңем, мен деген, бергел ақбозат, қара, родной, қой, мынау жүгіреді екен, кеттік, тез деген біз жүгіреміз, давай. Көрініп тұрма, сендері көрініп тұрған жоқ ба? Ой, үзіліп кетпей ма? Давай, жүгір, чап, давай, ақбозат, ой, шығып кет, мынау не өкпет, ой, братишка, шықта, ой, давай, кеттік, давай, кеттік, давай. Бері қарай шық, ақбозат. Мен деген осы көрермендердің көңілінше, яғни деген мына біздің ауылдың жетелердің көңілін ақтау үшін, мен деген олар үшін барлық нәрсе істеймін. Сондықтан ақбозат, давай чап, мен сен деген бүгін подарок етемін біреуге. Давай, мынау шаппайтын ес, давай, шап, ақбозатым, менің ақбозатым да. Біз деген енді аюды жеңу үшін барлық нәрсені істейтін боламыз. Себебі деген бүгін деген біз аюды жеңеміз да, ұқтыңдар ма, көрермендер? Сендер кім жақсыңдар да? Маша жақсыңдар ма, әлде аю жақсыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар да? Мен всегда Маша жақпын деп айтқан көрермендер, сендерге бар ғой? Көп рахмет бар ғой, қазір аю керу керек болатшы. Білмеймін, ол деген очки тағып маған прикол ұстап жүр дейді ғой, бар ғой? Қазір көреміз, ол келген кезде кімге бар ғой прикол ұстайтын бар ғой? Кімге прикол ұстайтын, деген көзім жап-жасыл екен ғой да. Кеттік, біз деген ауылға жақындадық. Давай, жүгір. Давай. Дейді ғой маған жүр. Қалайсың, родной, саған жылқы. Саған жылқы подарок. Жылқы саған подарок, родной.
мына саған подарка, Айдос. Осының айтпақшы, Айдос. Мына подарка ұнады ма саған, Айдос? Родной, мынау деген не мне подарка құрсын, мына үйретпесіз, мен құлақ балам ғой, мен мынаданшы, үйретпеші маған, братики, Маша. Ой, мынау деген Машаға барлығын үйретпек қойды ғой. Мен саған үйретпеймін, ештеңе бар ғой. Мен саған ештеңе үйретпеймін бар ғой. Өзің үйретіп аласың. Аха, мен деген жарайды кеттім қазір. Аюдың шығатын кезі. Аю деген ана порталда мына жерге шығу керек. Екеуміз, к сожалению, бір жерде ұзақ бола алмаймыз. Сондықтан кезек-кезек екеуміз жүрміз, сендер үшінші. Кеттім мен порталға қарай жүгірейін. Қайда мына портал? Ой, мына портал қайда? Давай. Мына порталға, біз деген порталға кіретін боламыз. Мынау Машаның үйі екен ғой. Ой, мен Машаның үйінде жүр екен ғой. Ой, не деген жаман бала. Машаның үйіне кіріп кеттім ғой. Мен дегенше ят болды ғой. Енді қазір Маша маған не дейді? Маша кимей тұрып бізге тез мына жерден тез шығып кетуіміз керек. Маша мені көретін болса, мен одан тая жейтін боламын. Уқты, жителдер қалайсыңдар? Базар гизар. Машада үй бар, сонда менде үй жоқ. Мен осылай всегда енді осылай қонамын. Машада үй бар, менде үй жоқ. Аспанда күн жоқ, не өкпетті күн жарады. Біз деген күнге қарамаймыз, күн деген бізге особа кедергі емес. Мына жерге неменен бәрі тесік. Мен деген өзімнің Машаның үйіне қарағанда өзіме бір дерзкий, как бы резкий үй салып алатын болам, білесіңдер ма? Мен дерзкий үй салып алатын болам, даже Машаның өзі қызығатындай болады. Базару кизар. Осым деген Машаның өз қызғатына болады. Ал енді амандасып қойық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сендермен бірге бұл мен Эйман KZ. Да, менің атым Эйман ғой. Эйман дегенше, деген ағылшынша а деген сөз, ман деген ол мужик деген сөз ба, еркек деген сөз. Аман деген сөз шығады, сондықтан танысып қояқ. Менің шын атым Аман. Енді дегенше сені менің арнама кіріп, менің видеомды көріп отқаныңа саған көп рахмет. Сондықтан бетінде деп бір сүйдім. Сондықтан маған лайкыңды басып, комментарийіңді жазып кетсең болады. Кет дегенде жазып кет. Бұлай кетіп қалып жүрме видеоның ортасында. Қазір деген біз деген мына жерге өзіміздің үйімізді салатын боламыз әлде? Қай жерге саламыз? Мен күн қайда кетіп қалды? Күн қашан оралады деген, күннің қашан оралады деген. Әлде әдемі болса судың жанына саламыз ба? Үйді типа келемізді тік кетсек саламыз. Жоқ, үйдің жанына салмай қойық тағы да. Мына бір атанан ят болып жүрді. Қайда сасақ бұл тура осы Машаның үйдің жанына салмайын ба? Осы жерге салмайын ба? Үйді типа Машаға қызықтырып жүрмін. Маша кетші онан алып таш. Мен Маша деген түтіндетіп таза ауаны бұзыңдар ғой. Осы жерге салам мен үйімді. Бастаймын. Машаның үйі мықты ма әлде менің үйім мықты ма? Аю высы Маша. Ау, Маша, держись. Мен деген қазір дерзкий, как бы резкий салатын боламын деп мына Машаның үйі. Міне мен деген расчетты мына жерден алатын болсам, былай міне дүк кетімнен қоя саламыз. Біреу, кеттік, расчет осылай аламыз. Үйіміз деген біздің Машанкінен әдемі болу керек. Себебі дегенше Маша қазір келетін болса, ол деген менің үйімді бұзсау мүмкін. Сондықтан бұзбайтын мықты үй болуым керек. Өйткені деген Машан білесіңдер ғой, ол мен қатты қызғанады менің заттарымның бәрін. Сондықтан Маша қызғанбас үшін, Маша қызғану үшін да әдемі қылып салуымыз керек қой бұл үйді біз дегенше. Давай, мен артық салып жүрген сияқтымын. Давай. Братишка, тұрсаш былай. Вот міне сындыра саламыз ғой. Болды. Міне деген мынау біздің үйіміздің каркасы деп айтып атсың ғой. Қайдағы каркас? Не деп айтады бұны? Не деп айтып жүрді? Қайтам сендерге. Бұны не деп атайды? Бұны деген бізде ненің қалай айтады? Қазір айтам. Тиіспендерш, брат, қойындаш, өзім салып тастайшы. Мыналар екеуі деген Машаның охраннигінде. Сен деген салма мына жерге үйді. Сен деген Машаның үйін салма деп тұрмын. Мен саған не бар? Қазір мен сен барып Машаны шақырып келемін. Мен барып бар ғой. Сен деген неменеге Машаның жанына үй салатсың? Маша маған ұрсады ғой. Қумаш, саған не жоқ, жител саған тиіспейді ғой, Машашы. Бара берші, баратын жаңа баршы темеге кетші бар. Маған қарап тұр. Қарамай бара беріңдерші, Маша деген мұнаны қорқып тастаған мыналардың бәрі Машадан қорқады, ойлаңдаршы. Машадан қорыққан дес, Машадан қорықпаңдар. Маша сендерге ештеңе істемейді, білесіңдер ма? Машадан қорыққан дес, мынаның бәрін астын бәрі. Мынау естече білесіңдер, потолок деп аталады. Потолок деп пол деп аталады. Братишка, кетші, мыналардың бәрі үй салдырмады ғой. Мен деген қазір осы жерге дерзкий үй саламын да, мен Машаға қарсы шығып жатыр. Маша высы аю. Атақ деген білесіңдер ғой, аю мықты екен. Мынауың кәдімгідей жарды ғой тағы. Ой, Санечка.
Жаль, конечно, этого добряка. О, все, біз деген міне ең басты полды салып тастадық да. Жерске как полярийский пол үйім кішкене, үйім үлкен болайын деп тұрған сияқты, сондықтан маған үлкен үй керек емес бар ғой. Үйді мына жерден бастап қысқартамын міне. Қараңдар, мына жерден бастап қысқартамын. Иә, дұрыс айтасыңдар, мына жерден бастап үйді қысқарту керек. Тік өйткені маған үлкен үй керек емес. Братан, барсам не болды? Қайта анау Машаның адамдар шаршатты бар ғой, маған көмектесіңдерші. Машаның адамдар маған тисе берді қайта ше. Мен істедім, оларға соны түсіндіңдерші, маған немене маған тисе берді. Вот, міне осында кішкентай міне әдемі үй болғанын қалаймын да, маған андай үлкен үй керек емес. Мынау бізде если что не болады, қараңдар. Не болады, неше айтайын ба? Мынандай үлкен несі болады мынаның ше. Стенасы вот, неге мен бүкіл сөздің бәрін ұмытып қала беремін қайта. Немене ұмытып қала беремін қайта. Бүкіл сөздің бәрін газ дік кетсемізді дік дейсіміз ғой, кәдімгідей былай түсеміз дік баспен дік. О, вот біз деген ең басшан жан тұрғызып тастадық. Біздің үй деген Машанкіден де дерзкий, как полярийский болу керек қой. Сондықтан деген Маша енді ренжіме, маған родной бар ғой. Сенің үйің енді мен сияқты болмайды, себебі деген менің үйім сенің үйіңе қарағанда дерзкий болуы тиіс да. Әдейі деген мен тастан салып жатырмын, өйткені Маша сындырамау керек, ол айтпесе қызғаншақ, ол менің үйім бәрін сындырып тастауы мүмкін. Өйткені деген менің үйім оның үйінен әдемі болатын сияқты көріпсіңдер ма? Дерзкий қара. Кімнің үйі сендерге қатты ұнайды дегенде мен әлі салып біткен жоқпын. Салып біткен соң сендерге айтатын боламын. Тоқташы. Жоқ, мынаның бәрін сындырып тастау керек бізге ше, міне. Бізге мынаның бәрін сындырып тастау керек те, бұл жерге мынамен тұрғыза жасау керек қой, бәріне тік еткізіп. Осылай тұрғыза жасау керек қой. Бірінші деген бәрін осылай немен тұрғызу керек. Ағаш дегенше, ағашты Маша сындырып тастайды. Сондықтан бізге мынандай үйді тұрғызуымыз керек. Дік. Қазір деген мен полностью жартысын салып алайын. Вот, біз деген үйдің кішкене жартысын салып біттік. Қазір сендерге көрсетейін, бірақ уже бүгін салып шаршадым, бар уже бір жителдің үйіне кіріп ұйықтау керек. Крышасын потом салатын боламын. Міне жан-жағын салдым, терезесі бар, есігі бар, ошым деген болды. Мен салдым, енді барып жителдің үйіне барып ұйықтап кішкене демалып алайыншы. Қазір оядым, шаршап кеттім ғой, сосын келімді қайтадан нететін боламын, төсекті салатын боламын. Ла-ла-ла, ты горишь как огонь, у меня огонь. Это любовь или это паранойя? Ла-ла-ла. Мә деген мен шаршап келесің ғой, кәдімгі десе. Өзімнің үйім қайда? Мынау немене тағда? Кім мен үйім жанында үй салып тастаған? Тоқта, айттым ғой мен сендерге, жителдер. Жителі. Мен үйім жанында кім үй салып тастаған дейм, а? Брат, Маша, ол аю ғой, мен тыңдаған жоқ. Қалай тыңдаған жоқ? Житель, бер келе. Мен саған айттым ғой, мен үйімді охранять ет деп. Қайда қашып бара жатсың? Житель, сен қашпа менен. Сен менен қашып құтыла алмайсың. Мен жаныма үй салып тастаған емес, маған түсетін күннің көзін жауып тастапты ғой, бар ғой. Жарайды деген, мен деген Машам ғой. Мен деген саған бүкіл ашып талатын бар ғой. Ай бар ғой. Мен сенің үйіңді өртеймін, бар ғой. Өртеймін дегенде жаңбыр жоқ біткен есте. Жедел тез мына жаңбырды тоқтат. Жедел жаңбырды тоқтат деймін. Мен саған есікті аш деймін. Сен маған есікті ашпасаң қазір таяқ жейсің. Мен сенің үйіңді өртеймін. Сен үйіңді өртеймін дептіпсің. На керек. Есігін жауапты ғой, өзінше бар ғой. Сен менде таяқ жейсің. Мә керек болса. Даның гүлбан есік ашылады екен ғой. Жарайды. Мә керек болса. Ал керек болса. Сен өртен адам көмектесіңдер. Көмектес. Мә керек болса бізден аюдың үйін өртеп тастадық ше. Мә саған аю бар ғой. Мә үйің өртенсін, сенің бар ғой. Сенің үйің өртенсін бар ғой. Қазір деген біз деген оның үйін өртейтін боламыз. Мә саған бар ғой аю. Мә бар ғой. Қалай екен мен жанында үй саған? Мә сен жителі бар ғой. Сен мен үйімді қорғамаған үшін. Жылқыны босатыңдар. Мә керек болса. Мә бәрің үйін өртейтін боламын. Мен айттым ғой жителге, қара деп мен үйіме қарамай мен ішіп жүрілді тағда. Жарады екен ғой, кәдімгідей қарамай ма? Болды бар ғой. Мен кеттім бар ғой, болды. Үйіңе қара. Үйіңе қара. Ал үйіңе қарасаш, екеуінде үйін өртеп жібергесің. Ал қайда екен мына аюа?
аюға сәлем айтып барыңдар бар ғой. Аюға сәлем айтып барыңдар бар ғой. Аю енді далада тұратын болады. Ох, сәлем, родной мой дорогой, қалайсың, барлығы жақсы ма? Сенде барлығы жақсы болса, менде де бәрі жақсы десең, қалайсыңдар, мен деген енді кішкене жүрегім ауырып қалды, себебі деген қарандар, мен деген аюдың үйін өртеп тастадым да, қарандаршы, аюдың үйін өртеп тастадым да, қарандаршы, аюдың үйінен өте қатты ят болды, неме тағы мас келеді па не, қарандаршы, аюдың үйін өртеп тастадым да, салған ят болды, қарандаршы, және де жағындағы мен деген жителдің үйін өртеп алдым, нечайно, қараш, мына жителден ят болды, қараш, байқұс жител. Маша, сен не істедің, мен емді өртеп тастадың ғой, Маша бар, оны сен мен емді өртеп тастадың, жарайды, болды, қой жител, болды, родной, қой, болды, үйіңді сап беремін, аха, мен деген бүгін деген мен деген енді аюға үй сап беретін боламын, енді ят болды, енді бүгін деген аюға подарка жасайтын боламын, на саған подарка, айдос, аю деп айтамын ғой, аха. Ой, мына жаңбыр жауып кетті ғой, деген бүкіл настроением құртады ғой, жаңбыр жауады, қазір бар ғой, настроениемен абрака-дабрака, суф деп бар ғой, мына погодадағы мына жаңбырды тоқтатып тастамасам. Бірінші не істейміз? Бірінші Маша строительница. Бүгін деген Маша деген қазір мына үйді бірінші бұзады. Себебі деген біз деген уже мына үйді дұрыстап тұрып бәрін бұзатын боламыз. Себебі деген аюға мынандай үй жарамайды. Мынандай үйден адамның жүрегі айниды. Аю деген қалай тұрайын деп отыр мына үйді. Сондықтан аюдың үйін былай аламыз да, мынандай керек емес нәрсесін бәрін сеземіз. Шешеміз деп сындырамыз да, мынаның бәрін сындырдық. Болды, лишний нәрсе жоқ. Мына неме салып тастаған, мына төбесіне құрсын. Немене салып тастаған, мынаның бәрін деген біз құртамыз, анау аюдың үйі. Бытшын шығарып мынаның бәрін құртамыз. Все, барлығын салдым. Қазір деген енді мына кімнің үйінде құртамыз, мына жерден кешір енді. Кім еді? Аты кім еді? Жителер родной аха, Безавет аха. Сенің үйіңді мына жерден құртуымыз керек. Сен деген өзіңнің екінші үйің бар. Мынаның ішінде не бар екен? Мынау құртылмай ма? Құртылады. Жарайды, мынаның бәрін осылай бұзамыз. Себебі деген бізге кедергі істемеу керек. Бұл жителдің үйі бізге кедергі істейді. Мен деген аюдың үйін әдемі қылып салуым керек қой, және де оны әдемі подарка жасауым керек қой. Мә саған аю подарка деймін, аю мә саған подарка деймін ғой. Аю кәдімгідей қуанып, кәдімгідей жылап жіберсін да. Вот мынаның бәрін сындырып тастайық. Мынаның бәрі бізге керек емес. Ой, жарайды. Мынаның бәрін сындырамыз. Давай, родной мой дорогой, мать дорогой. Ой. Все, вот сындырдық. Мынаның бәрін жинап аламыз. Бізге керек бәрін жинап аламыз. Аха, қайдағы керек емес, сол бізге мынаны дікетінен жинамыз, лақтырып мынаны да лақтырамыз. Осы жерде кішкене жерде жата тұрыңдар. Сендер маған керек емессіңдер. Дік, төртеуді лақтырамыз. Көрінбей тұр. Лақтырдық, мынау менің үйім. Братан, что там? Мынау мысық па, ит па? Міне, мынау деген бізде кім еді, аты кім еді? Мынау немене аспанда ұшып тұрған? Неме тағы да? Кет жүр. Неме? Кет бар, неме ұшып тұрсыңдар, ұшпандар, родной, мешет жетпендір маған. Мынау деген бізде аюдың үйінде, аюға қандай жасасақ екенше, аю деген мынандай тұрмайды. Мынау неме салып тастаған құрсын? Аю сен мынандай тұрмайсың ғой, не мынандай салып тастадың? Аюдың бәрін сындырамыз, өйткені деген аюдың маған мына үйі мүлде ұнап тұрған жоқ, білесіңдер ме? Мына үйі маған мүлде аюдың ұнап тұрған жоқ. Мынандай бүкіл несін сындырамыз. Қазір деген біз аюға өте әдемі үй салып бермейміз. Енді әдемі дегенде енді өзіне ұнайтындай ше, мынандай үйде мне кажется ол тұрмайтын сияқты. Қалай ойлайсыңдар, сосын деген аюға мынандай керек емес. Сразу мына жердің бәрін қазір сындырып, мына жерге бар ғой, тас жасай саламыз. Қазір тік мына жерге уже деген біз деген пол құйып тастаймыз. Аха, көріп тұрғандарыңдай біз деген мына жерге пол құямыз. Мына бәрін сындырамыз. Все, сындырдық. Все, біз деген сындырдық. Міне мына жерге қазір деген біз деген мынаның бәрін уже біз деген бірінші несін қалпына келтіреміз. Қалай түсінеді? Қалпына келтіреміз. Міне біз деген ең бастысы каркасты тұрғызып алдық, стенасын тұрғызып алдық. Тез мына жерге мынаның бәрін қойып тастайық. Осылай қойып тастаймыз ба? Осылай қоямыз ба? Жарайды. Әлі осылай қойымыз. Қалай қойсақ болады екен? Осылай қоя берейік. Бізге осылай ыңғайлы. Дік. Жарайды, мынаны қоямыз. Дік. Аха, дік қойдық.
былай қоямыз. Ой шабамын байдың қызын аламын. Міне біз деген уже деген теплый пол қойып тастадық. Міне әдемі қылып, мына үйдің көріп тұрсыңдар ма, қалай уже әдемі жасап жатқанымды. Мен уже оның үйін әдемі істеп жатырмын. Қазір братан күте тұр, есігін ашайық. Бізге мынау керек. Алдық біз осыны. Осымен қазір деген біз деген уже әдемі тұрғызамыз. Қарандар. Тік дейміз. Тік. Нәжігешін келетті, көрінер ме? Қазір көтерілеміз. Ой, Санечка, снимаешь. Снимаешь. Тік. О, все, әдемі. Кас. Ой. Қара. Тік. Әдемісің даттау, көзім тоймайды. Кім болса да сейравно, сендей болмайды. Саммай ұшқа дейсің. Оғышын міне болды, салдық. Мынаумен аламыз да енді деген мынаны былай düzіп саймыз. Өйткені әдем болу керек қой. Біз деген енді аюға подарок жасайын деп отырық қой. Мына саған подарок аю дейміз ғой. Сол кезде әдемі болу керек қой. Енді мынаның іші көрінер ме? Уже қалай әдемі болып қалған, көріпсіңдер ме? Қалай әдемі болып қалғанын. Енді мынаумен мына жерін біз жабамыз, көріпсіңдер ме? Былай жабамыз. Каз жабамыз осының бәрін. Погода деген не деген әдемі. Мен погода осындай әдемі погодада мен деген крышаның төбесінде аюға үй салып беріп жатырмын. Өйткені сендер алдыңғы видеода өртеме деп жазыпсыңдар. Сондықтан мен сендерді тыңдадым. Жарайды. Мынаның бәрін қоямыз. Ой, Санечка, снимайся. Қоямыз, былай әдемі қылып қойып тастаймыз. Көрдіңдер ме? Мынаның бәрін әдемі қылып қоямыз. Себебі деген не ғой? Қалай айтсам болады? Типа лол, как бы лол деген естеріңде ма? Қазір былай саламыз, қоямыз. Бұл деген крыша, көрдіңдер ма? Ой, мына погода деген қайта бұзылып кете беретін болды. Мен үй салып үлгермейтін болдым. Ят болды ғой, погода бар ғой. Пожалуйста, бұзылмаш. Погода бұзылмаш. Мен крышасын салып тастайшы, крышасын тисе жауып тастайшы. Себебі деген қазір су ағып кетіп, ішіне кәдімгідей, сосын біз деген қазір ішін судан тазалап жүрмейік. Ой, Санечка, снимайся. О, все, міне деген біздің крышамыз деген өте әдемі болды. Көрдіңдер ма? Қалай әдемі болып қалғанын крышаның. Қазір жаңбыр тоқтасын. Уже деген аюдың ін ғой, аюдың үй емес қой, ін ғой, іні дайын болып қалды. Былай деген мынаның бәрін әжге дейін саламыз. Себебі деген менің ойымша жоқ, былай емес екен ғой. Ой, Санечка, былай ғой, былай саламыз да уже деген жабамыз мына жерде. Сосын мынамен аламыз. Тік деп саламыз. Көріндер ме? Уже деген бұның үйі деген кәдімгідей жалпиып бара жатыр ғой. Нажеге, давай. Осылай жалпитамыз. Тік салсаш, братишка. Ошым сосын былай. О, сосын тағы да былай. Ой, тағы да былай. Яғни деген бұның үйі деген баспалдақ болады, көріндер ма? Мен деген кәдімгідей басым кәдімгідей жестко істейді кәдімгідей. Крышасын жөндеп бердік, базар жоқ. Мына жерін енді былай жабасайық, типа лол да, былай мынамен осылай мына жерге салсамыз осылай, Ой, мынау что-то бір түрлі көрініп қалды, оны кәдімгідей жестко бір түрлі көрініп қалды, айтыңдаршы, мынау былайша. Сосын сындап тастасақ. Вот енді әдемі көрініп қалды, кәдімгідей бас дейді ғой. Енді деген бізге мынаны мүлде алып тастау керек. Мынау бізге керек емес, вообще. Мына жерге біз деген мынаны саламыз ғой. Тік деп астына кигізе саламыз. Енді мына жаққа солай салу керек. Сонымен біз деген қазір бұның крышасын аяқтаймыз. Мен деген наконец-таки аюдың үйін салып бітті. Міне қарап тұрсаңдар. Міне мен аюдың үйін салып бітті. Мына панда не істеп жүр? Бұл жерге біз есік жаппаймыз. Себебі аюға есік керек емес. Мне кажется, оны керек болса өзі салып алады да. Көріп тұрсыңдар ма? Әдемі үй. Міне ішінде костер, ана жерін ашық қойдым. Дейтін шығушын кәдімгідейші. Енді бұл аюға костер ұнайды. Сосын қараңдаршы, әдемі терезе көрінер ма? Түнде айлы түнге қарап жатсын дегенім. Мына жерде гүлдерек қойдым. Мына жерде өзінің төсегі менің атымнан осындай. Мына саған подарок, айдос.
Айдос, на саған подарка деймін ғой мен мынаны беремін деші. Мә, әдемі ма тыңдашы. Әдемі ғой, дерзкий, как полярейский ғой, кәдімгі білесіңдер. Деп шығып кетесің аспанға. Көріңдер ма? Әдемісің да аттауы. Көзім тоймайды. Кім болса да все равно сендей болмайды. На самая вышка, ең әдемі, на вышка, на вышка. Әдемі ма? Әдемі деңдер. Конечно, және әдемі болса комментарийға жазып өтсіңдер енді. Сендермен бірге болған мен Эйман KZ, және де менің артында әдемі панда тұр ғой, қараңдар. Қараңдар, әдемі панда тұр ма? Әдемі панда үшін лайктарыңды бас кетіңдер. Мен деген бұны аюға сыйлаймын, мына үйді, панданы емес үйді. Ал енді пока-пока. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге бұл мен Эйман KZ. Қалдарың қалай? Сендердің жағдайларың өте күшті сияқты ғой. Жағдайларың өте күшті болса, міне мына лайк кнопкасымен қызыл подписаться деген кнопканы басуды ұмытпаңдар. Я, сен маған жоқ тиме. Бүгін деген біз деген алдыңғы бөлімде көргендерінде аюға үй салдық, мына қараңдар, әлі түтін сасып жатыр үйдің бәрі. Аю сол күйі оралған жоқ, сосын мен аюға насаған подалка депші, насаған подалка аю депші, оған жесткий скин салайын деп отырмын, енді үлкен скин салайын деп отырмын. Қараңдаршы, қазір мына жерге тұрамыз да, қазір сендер көрсеңші, үлкен үй ғой, міне үй тұр ғой, мен үйім ғой. Вот мына жерге тұрамыз да біз аюдың скин салатын боламыз, яғни дегенше кәдімгі біздің аюдың үлкен скин салатын боламызшы. Енді сендерге сол қызық болады деген ойдамын. Енді братандар, енді жолдан кетіңдер, мен жерге аюдың скин салам ендіші. Ал енді бұл челленджі сендерге де арнайым бар ғой, менің скинім саласыңдар, менің скинімді салатын болсаңдар бар ғой. Сендерге көп рахмет айтатын боламын, себебі деген бар ғой. Мен өзімнің скинімді салу деген өте қиын чем. Аюдың скинін салғанша жарайды. Біз деген мына жерге келеміз де, бірінші аяғынан бастайықшы, аха. Аяғынан бастаймыз, міне дік мынау не? Ой, не өкпетті, жарады, аюдың аяқ қисық қой. Мына жерге дік ет. Көрінер ма? Дәу ойынып тұр, көрінер. Табанның өзінен қара былай алтау. Братишка кетші былай төртеу. Дік. Сосын дік. Осы мынау деген бізден табаны ғой, просто аяғының өзі міне осындай болады, көріп тұрсыңдар ма? Аяғын, ноғымда ғой. Кетіңдерші, мешайт етпеңдерші, қазір тайжейсіңдер ғой, кетін, мә. Сендер гүл керек па, мә, гүлді алдыңдар да көздерін құртыңдар, көзін құрт дейм, ана жаққа орғын қатырады екен олар, неменеге болды мен жанынашы. Біз деген вот мына жерге салып бастаймыз. Ең алғашқы махаббат басталады табаннан дейді. Міне деген біз деген уже салдық, мынау деген біздің аюдың табаны болады енді. Білмеймін енді, мынау деген осылай табаны болып кететін болады енді. Ары қарай қалай болатын білмеймін, бірақшы уже деген табаны осылай болатын болса, біз деген мына жерге былайынан саламыз. Дік. Табан толтырып қажет жоқ. Өстеміз саламыз. Қараңдар көрінер ме? Бәрі бірдей ғой, кәдімгідей перфекционистсің ғой, кәдімгідей бәрі бірдей. Мына уже табаны кетеді болды, мына уже денесі тұрады, только аяғы осындай болып қалады. Солай қызық деп ойлаймын. Қалай ойлайсыңдар, аха? Менің ойымша солай қызық болу керек. Кәс. Дік. Ой, мынаның бәрін саламыз. Ой, Санечка, снимайыншы. Все, міне. Мынау деген уже біздің аюдың ботинкасы ғой, мынаны қараңдаршы. Уже сасып жатыр. Ой, мынау міне біздің аюдың ботинкасы. Енді дік етіп біз даканза тұрғызатын боламыз. Осымен тұрғыза берейін бе, әлде мынаумен тұрғызайын ба? Қалай ойлайсыңдар? Осымен тұрғызам қойдым да. Жарайды, даканза ағаштан болсын, енді біздің аюда енді ағаш қой. Ой, ағаш болғанда жарайды. Қанша метр саламыз? Мынаны қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ай, ойын деп тұрып, базар жоғы, кас. Братишка, дедік. Былай түсет. Ой, жаңбыр жауып, жыныма тиді осы, жаңбыр неме жауы береді. Не почем жоқ болады, бар қойшы. Жылап отыр. Родной кунг-фу панда, родной жыламасыш, ят қой, жыламаш, пожалуйста, жыламашы. Ешкім лайк баспейді. Қалай жыламайсың? Көрермендер, қалай лайк баспайсыңдар деген мынандай панда үшін, әдемі панда үшін лайк басып кетсіңдерші. Панданы жылат қойып отырасыңдар ма? Қараңдаршы, біздің панда деген кәдімгідей жаман жылап отырып, болды, жылама панда. Лайк басады сен үшін. Мынаны қара, уже бір аяғын тұрғыздық. Мынау деген уже аюдың бір аяғын деген дәует, мынаның аяғы. Мынау деген үлкен болып көрінейін деп тұр ғой. Жарайды, міне бір аяқты аюды салдық. Енді дік кетіп түсеміз де қазір екінші аяғын тұрғызып бастаймыз. Қиын екен негізі аяғын тұрғызған дегенше, себебі деген мынау аю деген өте үлкен даш. Қайта қисық кетіп қала берді, кәдімгі дейші. Тұрамыз.
мен деген еще нубпын ғой мына Майнкрафтта қалай тез салу керек екенін білмеймін, бірақ кейбіреулер білетін шығар қалай тез салу керек екенін. Мен болсам білмеймін бар ғой мына. Ой, Санечка, снимайшы. Мына ұзақ былай жүресің ғой, біріншісінде тік деп ше. Және сендерге сұрақ көрке қойып кетейін деген ғой. Сендерге қандай Майнкрафт ұнайды? Мысалы ше, мен не түсірейін Майнкрафтта, соның бәрін жазып өтсеңдер комментарийға. Маған мынандай Майнкрафт ұнайды, жоқ маған мынандай ұнайды, мынаны түсір деп ше. Сол кезде сендердің айтқандарының барлықтарын түсіретін боламыз. Себебі деген біз не істейміз? Біз сендер үшін видео түсіреміз ғой, басқа кім үшін? Сендер ғой менің видеомды көретін, сендер үшін мен видео түсіремін. Сондықтан сендер маған өздеріңнің әп-әдемі ойларыңды айтып кетсеңдер, маған мынау ұнайды деп ше. Мен сол кезде соны видео қылып түсіретін боламын. Жарайды, аяғын тұрғызып қояйық біз. Міне, біз деген уже екі аяғын нетіп тастадық, уже көріп тұрсыңдар ма, уже екі аяғын тұрғыздық, аю деген ақырындап қалпына келіп келе жатыр. Енді екі аяғын мына ортасын біз мостпен осылай жасайық, мост қылып нетейікші. Егер в будущем ше басыма идеялар келіп ататын болса, мен аламда нетпістаймын деппін ғой. Аламда сразу нетемін, қалай айтса болады бар ғой, бұны үйғып тұрғызтаймын. Яғни деген бұл басында осылай аю болады ғой, сосын мен бұны үйғып тұрғызтасам көрінер ма, ішіне кәдімгідей шығып кіретінші, бірақ оған менің басым жетпейді бар ғой, маған оған көмектесетін адам керек бар ғой. Менімен бірге Майнкрафт түсіргің келсе комментарийға жазып өтсін, мен Майнкрафт түсіремін деп ше. Егер сенің Майнкрафтты көп ойнаған досың болатын болса, яғни сен көп ойнасаң Майнкрафтты идеяң көп болатын болса, маған деген мен істей алмаймын, бір нәрсенің өзін істеу маған деген кәдімгідей деп қой, кәдімгідей қиындық тудырады, көріп тұрсыңдар ма? Мынаның ортасын біз деген жабуымыз керек. Жарайды, біз жан-жағын былай жауып тастайық. Тік уже денесін тұрғызып жатыр, базар жоқ па? Базар жоқ, уже денесі кетіп жатыр ғой мына аюдың ше. Аюдың өзі деген кәдімгі таң қалып жатқан шығар. Кесе үйді де көрген жоқ қой. Кесе үйді де көреді, таң қалатын шығар деген ойдамын. Меніңше негізі ше. Кас тік. Ой, Санечка, снимайся. Все, кас тұрамыз. А в душе туман. Масама мынау мешет жете бермеші. Кас мынаның бәрін жерге тұрғызамыз. Тік. Ой, мына жаңбыр деген жауып қоймады ғой. Маны бәрі айтады, калькулятормен отырсын бе, калькулятормен. Міне уже аюдың бізде скелеті тұрды. Мен деген кәдімгідей ағаш қып салыппын ғой да. Енді басқанда менде ешқандай идея жоқ. Енді осындай ғана идея менің басыма келіп тұршы. Қараңдар, әдемі деп ойлаймын. Енді бірінші рет салғанғыш, кейін деген уже мен кәдімгідей опыт жинап алатын болсам, мен деген бәрін салып беретін боламын. Мына жерге кәдімгідей ше, мына жерге дәш қылып, сонау енді қолы қазір мына жерге басы кететін болады, қисық басы, или оның басы түзу аюдың. Ну, аюдың басы кішкене қисықтау. Жарайды, қолы кәдімгідей мен деген скелет не салып тастадым ғой, кәдімгідей ешқандай жаны жоқ бір рот салып тастаған сияқты болып тұрмын ғой. Ашен деген сондай болып тұр. Қазір екеуінің арасына дік деп обязательно жіберуіміз керек арасына. Көріп тұрсыңдар ма? Типа осылай арасына кетеді, сосын дік. Походу деген қолы осылай болу керек. Мне кажется, қалай ойлайсыңдар? Осылай болсын ба, болмасын ба? Кас. А в душе туман. Дік. Все, қараңдар. Мынау деген бізде аюдың төртбұрыш қолы да жарамай қалды. Қолын жабыстырсайықшы бір-біріне. Не, осылай дік кетті өзіне жабыстырсайық қолын ше. Сосын мынау керек емес сияқты, мне кажется. Все, мынаның бәрін жабасамыз. Мә керек болса қолын қарасаңдар, қол деген қандай қисық болып кеткенін. Кас мынаның бәрінен біз дегенше до конца апарамыз ғой ше. Оның қолы деген мына жерден келеді ғой. Ой. На қол деген мына жерден келеді ғой. Байқұстың бар ғой. Ше ойны бізге жететін. Жарайтынан бәрін қоршайық енді осылай. Тік кетіп хоть бір қолын салып тастамасам, сендердің көздеріңше тік. Санечка, снимаешь? Нет, снимаю. Нет, снимаешь? Не снимаю. Кет. Ла. Ой, мына жаңбыр өлтірді ғой, құрсын. Қалай тоқтатып тұрсың? Жаңбыр емес, жау өрт ма? Жаумаш, пожалуйста, не мешай, а? Газ. Ну, ана, не сияқты, ты ожидал, да? Деп маған шыға берді, қайта бар ғой, не ожидал вообще. Газ. О, мынау енді хоть кішкене қолына ұқсап қалды деген ойдамын да. Ағаш құсап қолыны жабыстырып тастадық қой, байқұстың бар ғой. Ема. Немене аю ренжімес жан сол. О, менің аюым деген мынаны көрсе жылайын деп тұр ғой, мынау не дейін деп тұр ғой. Жарайды, бұл не чо, бұл де біз дейтек әдемі деген атақ деген маша деген әдемі нәрсе салады ғой. Каз. Енді деген мына біздің басы қалды, ол қисық бастың басын ғана салу қалды. Қазір бұның қисық басын түзіп салып береміз. Шо, жүзіне қисық болса да біз деген оны түзіп салып береміз да, мынау деген уже басы кетіп жатыр. Мына жерге біз қазір уже аузын саламыз. Дік.
кәдімгідік мынау уже аузы кетіп жатыр. Каз сосын ана жақта арға жалғастырып біз деген несін саламыз, уже жалғастырамыз. Мойны кетіп жатыр. Байқұстың қараш. Ой, Санечка, снимаешь. Ой, Санечка, снимаешь. Ой. Каз мынаның бәрін былай дерзкі қыламыз. Яғни деген мынау несі міне басы уже мұның басы да ағаш, енді в целом ағаш қой. Пожалуйста, күлмеңдерші, пожалуйста, бар ғой, күлмеңдерші. Мен деген енді бүйтіп бірінші рет салып атқан соң маған да қиын болды. Енді мен келесі жолдары бұдан да әдемі салатын боламын. Айдың түрін қараңдаршы. Айы жылап отқан шығар бір бұрышта барыпшы. Міне деген біз деген міне осындай кәдімгідей үлкен көрінер ма? Үлкендігі енді жосқы базар жоқ, енді мынандай үлкен қылып салды. Мен ол мен үшін өте оңай. Мен үшін оңай болған жоқ. Сендер сол үшін енді менің еңбегімді бағалап кетсеңдер жақсы болушы еді енді. Ну енді түрін қараңдаршы, енді урод болып қалды, базар жоқ, урод болып қалды бар ғой, маған намай қалды, түрші бар ғой. Бұның түрі маған намай қалды бар ғой. Кетшір. Бар ғой, бәрін лақтыр жерем бар ғой, сол ренжідім бар ғой. Ешкім маған көмектеспейді, бірақ сонда да жарайды енді, осы бізге айық осындай әдемі подарок болсын, енді келгенде жылап жүрмесе болды енді. Жарайды, құрметті көрермендер, сендермен бірге болған бұл мен Айман KZ, Машаның рөлінде ойнап отқанша тағы кімнің рөлін ойнайын айтып кетіңдерші комментарийға, айтпесе Маша болып шаршап кеттім бар ғой. Ақ сөйлем, мен сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, мен сенің жақсы әнің болайын. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге бұл мен Айман KZ. Қалдарың қалай? Барлығы жақсы ма? Егер сендерде барлығы жақсы болатын болса, менде де барлығы... Мынау неме тағы да? Да ну күлбану, мынау неме тағы да? Айтпақшы деген біз оралдық. Яғни деген мен Айман KZ нуппын қойды. Бірақ деген біздің Маша нуп емес, айтшы Маша. Конечно, родной. Не, дауысын айтсаш, дауысын айтсаң. Осым деген бүгін деген біз деген не істейміз, я? Біз деген ой, Саныч, чуть болмағанда батып кете жатыр қоқырсын. Айтпақшы біз деген творческий мирда жүр екенбіз ғой. Ой, творческийда жүр екенбіз ғой. Айтпақшы, бірақ выживанияға біз стопудау ауысатын боламыз. Күн қайда кетіп бара жатсың, родной? Күн шықсашы аспанға, родной, пожалуйста. Дух! Ох, міне от души, родной. Күн обратно түсіп бара жатыр ғой. Қатты тұра алмайсың ба сен бір жерде, родной? Мілейін, қатты тұрмаймын неме? Шашып кеттім мен бар ғой, жарайды. Оны қойындар, біз деген келдік міне. Новый мирға жаңадан келдік, біз Маша болып келдік. Аюды күтеміз, скоро аю келу керек. Бүгін деген біз не істейміз? Бүгін деген біз бірінші мына сандықты ашамыз. Ой, жарайды. Албайық не бар екен? Керек болса, бізге алма берді. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Алма маған керек емес. Балық па, балық, давай обратно өзінің суына жібере салайық. Давай, мынау. Давай, родной. Жүзет шығар әрі, өлмеген тірі балық шығар енді, өлейм. Мынау да маған керек емес. Міне бүгін өзіміз қолымыздағы бар заттардың бәрін пайдаланып, біз деген бенді салатын боламыз. Бен ба? Бентен. Ой, бен бар ғой, бен деген итті білесіңдер. Итті білесіңдер ма? Сол иттің скинін біз деген, яғни үлкен скинін осы жерге салатын боламыз. Күн бір орында тұр ма? Жоқ, тұрған жоқ. Осы жерге қазір деген біз обязательно бір дерзкий жерді тауып аламыз бірінші. Көріп тұрсыңдар ма? Осы жерден бір нормальный. Ой, тоқта. Мен айтпақшы, новый мирде қоям ғой мен. Өзімнің мирімда жүр екем ғой, только мына жерде менің үйім жоқ. Міне тура осы жерге біз беннің стейін салымыз керек. Енді маған көмектесетін ешкім жоқ. Менің деген подписчигім аз да, сондықтан ешкіммен мен особо видео түсіргісі келмейді. Бірақ егер сендер тіркеліп лайк басатын болсаңдаршы, менің ойымша мен видеома түсетіндер қаптауы мүмкін, көбеюі мүмкін да. Егер мен біреуге айтсам жүр, видео түсірейік десем, маған түсіруге көмектесуі мүмкін, бірақ сендер тіркелсеңдер только уақытым бар, родной. Давай тіркел. Ой, кеттік бізген осы жерге. Енді беннің скинін салайық. Егер бар ғой, мына көріп тұрғандарыңда мына свинка пеппен көріп тұрсыңдар ма? Мына свинкалардың скинін сал десеңдер, сол свинкаларды үлкен қылып сал десеңдер, комментарийға жазып өтіңдер, мен оларды салатын боламын. Ал кеттік мына жерге, біз деген бастайық. Мынау деген міне біздің беннің аяғы, мынау деген бен ғой, бен соның аяғы болсын аха.
ну дегеннен мынау кішкене үлкен болып кетті аяғы. Ну жарайды, бізге бәрі ғой, біз деген нуппыз ғой, біз особо сала алмаймыз ше. Бізге ең басты салсақ болды. Әдемі болсын, әдемі болмасын ше, ну бәрібір ше. Әдемі болса да, әдемі болмаса да, мені подписчиктер деген көрермендер түсіну керек, братан, ары баршы. Осы жерге деген біз деген баш деген ары бар ғой, маған болмайды свинка жеуге. Мынаның бәрін аламыз да, біз деген енді мына жерден көтеріп енді деген бұны қалай нетсек болады екен. Жарайды, аяғын салып алайықшы. Ben деген өзі негізі таштек қой, қалай ойлайсыңдар? Таштек пе ол? Таштек қой. Аха, әлде таштек емес пе? Жарайды, ол таштек қой. Жарайды, ол кішкентай, бойы оның кішкентай. Аха, былай салсақшы. Көкте тұр. Ой, былай салсақшы. Типа аяқ киімі, кроссовкасы тік кетеміз де, біз мына жерден сала береміз. Төртеу аяғы болады. Ну вроде нормальная идея деген ойдамын. Енді ешкім ештеңе демейді шығар. Вот кеттік, біз аяғын тұрғызып алайық. Бірінші мынау осындай Беннің, яғни ол ит қой, соқ иттің кішкентай осындай қысқа аяғын бірінші осылай біз аяғын салып аламыз. Кеттік. Ай, кеттік. Аяғын салып аламыз. Тағы да көтерейік, кішкене аяқ қысқа болып қалды. Вот, все. Осылай аяғын қоса салмаймыз енді осылай. Тук. Енді мына жерде қарап тұрсаңдар, мынау кәдімгідей не болып қалған сияқты, талтақ болып қалған сияқты, бірақ ешқандай талтақ емес, бұл бото деп ала салайықшы, мына былай. Тік. Астыға түсеміз. Тік. Үйреніп алғансың ғой, мен нуп болсам да қалай нетуді бәрін үйреніп алдым. Все, мынау бото деп ойлаған, міне бото уже денесі белгі етіп қалды. Мына жерге уже мына белгі салып тастасақ болады. Негізі Бенде ешқандай белгі жоқ, бірақ деген уж біз белгіні салсақ болады. Міне мынау бото, яғни деген ол иттің мынау бото дегенде қалай айтады сендерше? Шалбары, мынау аяқ киімі, в общем міне мынау қисық аяғы, в общем көріп тұрғандарындай. Енді деген біз денесін жалғастырамыз. Ой, сенің түк істей алмайтын досың да, нуп досың да, мысалы мен сияқты нуп болса да, оказывается бар ғой, Бен деген бар ғой, кішкене семіз екен ғой. Мен ойлап тұрмын, қандай, мен 4-1 салып жатырмын ғой, жарайды енді, как Майнкрафтта да 4-1 сала беруге болады, жарайды, Майнкрафт енді 4-1 жоқ қой, семіз болса мен қазір потом сыртынан қосып саламыз, ал әзірше қазір мынау денесі бола салсын, өйткені деген мен бұл мускул мынау саламаймын, бірақ қарап тұрсам Бен деген өмірде өте әдемі ит екен. Бұндай әдемі иттерді мен көрмеппін. Мен ойымша мынау қолын былай көтереміз ғой деймін да, ол мен көріп тұрған фотода қолын міне осылай көтеріп алып тұр да, яғни деген қолын былай көтеріп алып тұр. Біз деген бұны қолын осылай көтере саламыз. Енді білмеймін, Майнкрафтта енді ешқандай угол жоқ, домалақ не жоқ шу, ошым көріп тұрғандарыңдай. Сондықтан деген ойбай, мынау қайда кетіп қалды? Мынау қолыма, мынаның байқұстың мынау қолыма точно. Қолға ұқсамайды ғой ма? Жарайды. Қолға ұқсамаса да болды, осылай қолын істей салайық. Мына жерге басы, қазір мен бұның қолын істеп тұрсам, басы қайда сияқты десеңдерші. Ой, Санечка, каз. Біз деген бұның басын саламыз. Басы қандай еді бұл? Бұның басы. Жарайды, тоқтаңдаршы, қолын алып қолыма мешайт етіп тұр. Себебі деген мен деген. Особо салмаймын, қолын алып тастаймыз. Бірінші деген біз денесін басын сала алмаймыз, басын қалай саламыз? Тік, наған, тік. Осылай ма? Тік. Қараңдар, мынау яғни мойыны дейікші, мынау мойыны. Значит, мына жерге басы кету керек уже. Жарайды енді деген не очень боқпаса, жарайды, не очень боқпаса да біз деген түзелеміз. Ойбай. Айтсам, сенесіңдер ма әлде, сенбейсіңдер ма? Мынау деген басы, міне мынау құлағы, міне бір құлағы, міне екінші құлағы көріп тұрғандарыңдай. Мынау енді мына жерге біз деген енді бұның көзін салуымыз керек қой, құлағы ғой, әлде мына жерге саламыз да. Қараңдаршы, мына жерге былай көз кететін болса, мына жерге қараңдар. Көзі дейікші былай тік кетті. Мына жер жауып тастаймыз да, сонда не істейміз сонда? Қара, кішкене ұқсақ қалды. Әлде мына жерге көзін саламыз ба? Қараңдар. Ой, каш, мына жерге барамыз да. Тік, дейміз, мынаны аламыз да. Аламыз да. Мына жерге тұрғызсаймыз, мына жақтың бәрін жауып тастаймыз, былай көріп тұрсыңдар ма? Кішкене ұқсақ қалды, қараңдар, міне кішкене осы ұқсақ қалды. Қазір кішкене көтерілеміз де, мына жерге өсі саламыз. Тік. Мынау кішкене Бенге ұқсады ма? Ұқсамады ма? Әлі Беннің басын онады, жарайды. Өсі салайық. Кішкене Бенге ұқсады, чуть-чуть болсын Бенге ұқсақ болды, бірақ деген мынау аузы міне мына жерге мұрны тұратын болса, мынаны жауып тастауымыз керек. Міне мына жерге қойдым да көзін салып тастайық, қалай кетеді? Қараңдар, мына жерге аламыз да, тік көзін салып қоямыз былай.
тік ет мына көзі, ну көзі деп айтайықшы, қазір көзін ары қарай жасаймыз. Вот мына жерге біз мұрнын саламыз, яғни деген мынау тік. Мынау типа мұрны, мұрт емес, мұрын, аха. Ой. Анда құлақ болды, жарайды. Міне мынау мұрт емес, если что, мұрны, я. Мына жерге, ой. Аха, тік. Ой, қайда лақтырып жүрмін? Жарайды, лақтырып жүргенім жарайды, оны қоя тұрыңдар. Міне мынау мұрны, қараңдар, көзі. Енді деген бізге аузын салу керек та. Мұрны мен көзі бар ғой, мұрты бар ғой. Аузын не істейміз? Ауыз асау керек емес қой. Жарайды, ауыз керек, ауыз по-любому керек. Ол қалай тамақ жейді, аха? Кеттік, мына жерге аузын саламыз. Тік. Мынау аузы міне, қараңдар. Тік. Міне мынау аузы. Ұқса қалды, қараңдар, кәдімгі итке ұқсады ма? Ұқсады ғой, айтыңдаршы, кәдімгі ұқсады ғой, айтыңдаршы. Қараңдаршы, ұқсады ғой. Вот, біз деген кішкене болсын, жақындап қалдық. Енді мынау деген аузы, тік, мынау тісі, қараңдар, ұқсай ма? Тісі хоть ұқсамай ма? Каз. Бұлай қарасаңдар, ұқсай ма тісі? Каз нағанда салсамыз. Қараңдар. Мынау аузы, міне көріп тұрғандарындай аузы тіске ұқсайды ғой, енді қай жер ұқсамайды? Айтыңдар, ұқсап тұр ғой. Қараңдаршы, жарайды, асау көп тіс болып кетеді, соңынан былай саласайық. Ұқсап тұр, міне мынау аузы уже тісі кетіп бара жатыр. Енді деген мына көзі, біз көзінің ортасына қара ұқсады ғой, айтыңдаршы, ұқсады ғой, қараңдаршы, мұрны, аузы, көзі міне типа кәдімгідей істеп тастаған соң, кәдімгідей жестко. Қазір кісе тұрыңдаршы, тағы бірдеңе жетіспейді. Мне кажется деген оның құлағы былай жалғасу керек сияқты, былай қараңдар. Тік, қараңдар, тағы да, тік. Сосын көтереміз де, ой. Кәз, көтерілу керек. Мына жаңғары қоямыз. Вот, все, қараңдар. Бейін ғой, мына құйық қойған бейін ғой, қараңдар. Мұрны, көзі, аузыды. Мына жерге кішкене былай жетіспейді. Чуть-чуть былай жетіспейді. Тағы да кәз. Былай, сосын былай. Құлағы деген кетіп бара жатыр, қараңдар. Былай. Қараңдар, құлағы деген кетіп бара жатыр. Мына жерден былай салсаңыз, кәз. Тұр. Все. Мынау деген уже құлағы Беннің, енді мынау кішкене слишком ұзақ құлақ болып кетті, сондықтан бәрін алып тастайық. Қалай ойлайсыңдар да? Все ұқсап жатыр. Кәдімгідей Бен ғой, құйық қойған Бен ғой. Қараңдаршы, құйып қойған Бен ғой, Бен. Көріп тұрсыңдар ма? Құлағы кетті, қараңдар. Несі кетті, қолы кетті, аяғы кетті, қолы әлі кеткен жоқ. Мынау бізге керек емес, не істеп отыр жерде? Кетшер. Не істеп отыр жерде? Вот міне кетті, енді деген қолын салуымыз керек. Мына жерге қолы қалай сыйдырамыз, қолыншы? Қолы деген оның кішкене аузынан төмен болады. Вот яғни мына жерде қолын деген осылай соза салмаймыз, мне кажется, қалай ойлайсыңдар? Қара. Иығы да тік деп осы соза салмаймыз, аха, типа салам алейкум деп тұрған сияқты ғой, тік көрінір ма, типа бірдеңе билейін деп тұрған сияқты, ощущениемен тұрған сияқты. Кет тік все қарандар, вот мынау қолы. Енді қолын кішкене былай майыстыра саламыз. Тік дейміз де, сосын түсеміз де, тік қарандар. Қара. Өстейсің да, типа, мына үстіне қоя саласың, қара. Типа, привет деп тұрған сияқты ғой, сендерге біреуіңе привет деп тұрал, біреуіңе пока деп тұрған сияқты ощущениемен тұр ғой. Қарандар. Мына керек болса, біз деген Бенді кәдімгідей Майнкрафт стиліндегі Бенді салып тастадық ғой, көріп тұрсыңдар ма? Кәдімгідей мынау дегеннен Беннің өзінен аумайды ғой, айтыңдаршы, мынау ұқсайды ғой, мынау қалай ұқсамайды мынау, айтыңдаршы, мынау даже аумайды ғой Беннің өзінен, не дейсің ғой да? Кәдімгі жостко, мен қараңдаршы, артынан да қарайсыңдар, бір жақына жақ, жанынан да қарасаңдар, тұнып тұрған Бен ғой, енді артынан қарамай қойыңдар, артынан қорқынышты көрінеді екен, бірақ енді жанынан дегеннен қараңдаршы, тұнып тұрған Бен ғой, қараңдаршы, тұнып тұр ғой сендерге. Қалайсың, родной деп тұр, алыстан келесің, қара. Қалайсың, родной, барлық жақсы ма? Барлық жақсы болса өзіңе өңгені деп тұр. Вот. Бүгінгі біздің істегеніміз осы. Мына жерде Машан мен Аюдың үйі жоғалып кетті. Енді оның себептері деген ұзақ, ол себептерді біз айтып отырмаймыз. Сондықтан деген міне біз деген Беннің скинін салдық. Сендерге қалай ұнады ма Беннің скині? Ұнамады ма? Ұнамады ма? Комментарийға жазып өт. Енді сендермен бірге болған бұл мен Айман KZ. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңдар. Пока. Лайк басуды ұмытпа. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сендермен бірге бұл мен Айман KZ. Қалдарың қалай? Барлығы жақсы ма? Барлығы жақсы болса
тура қазір мына лайк кнопкасымен қызыл подписаться деген кнопканы басамыз да. Ну енді иманке жетті. Мен Машаның скинінде түсіріп жүрмін, себебі деген менде скин жоқ деп жылап атсаң жарайды. Біз деген қарап тұрғандай бенддің үстінде тұрмыз. Яғни деген мына бенді мен білесіңдер ма? Жасадым ғой алдында. Мә қарасашы, мына түрін көріп тұрсыңдар ма? Мынау деген бен бүгін деген мынау енді ағаш болып қалды да, ну не очень қалды. Бүгін деген енді деген біз қиналатын боламыз я. Себебі деген бүгін деген біз деген нағыз халық бар ғой, нағыз халықты тұрғызатын боламыз. Кәдімгідей нағыз халықтың скинін тұрғызып, кәдімгідей дәу қылып жасайтын боламыз. Осы жолы есептеп, кәдімгідей әдемі қылып барлығын жасайтын боламыз. Я. Ну, халық деген өзі жап-жасыл болғандықтан, полностью жап-жасылдан тұрады да, сондықтан деген біз деген бірінші аяқтан бастаймыз. Көрінер ма? Былай мынаны қоямыз. Түк. Мынау яғни тырнағы ма? Осындай бірдеңесі болады. Ошым дәу тырнағы бола ма? Сондай бірдеңесі болады. Сондықтан тез мынаның бәрін былай тік тұрғызамыз, тік етеміз де мынау ортасына былай тік тырнағын жасай саламыз. Көріпсіңдер ма? Уже кәдімгідей уже аяққа ұқсап жатыр да, уже бәшбәйме ұқсап жатыр. Енді халық деген үлкен, біз деген тем более бүгін оны үлкен қылып тұрғызатын боламыз. Өйткені деген халықты білесіңдер ғой, дәу және де жап-жасыл. Енді мен андай жасылдан тұрғызбаймын, просто аяқ кір болғандықтан осыны жасылмен тұрғызып жатырмын. А так жап-жасыл, ап-ашық жап-жасыл болды. Мынау кетші болдай. Жолдан кетші кәдімгі. Мынау кәдімгі мешечет қоймады ғыналарың, мешечет қоймады ғыналарың, аха. Кетті көрінер ме? Уже деген біз аяғын салып атыр. Ой, братишка. Тік. Міне уже аяғы болды да, болды. Біз арғарай мына жасылмен алып кететін боламыз. Себебі деген көріп тұрғандарындай, міне мына жерден басталады. Ой, түставай. Мына жерден басталатын болады аяғы, міне көріп тұрғандарындай. Уже ненің аяғы деппін ғой. Мына уже міне нағыз халықтың аяғы, мынау астындағы тәпішкесі. Осым сендер түсініп тұруларың бойынша көріне тәпішкеңнен секірме деген кезінде бір өлең бар еді ғой. Кеттік. Дік. О, міне енді осылай біз деген қазір халықтың бұтын тұрғызатын боламыз. Как положено әдемі қылып халықтың бұтын тұрғызатын боламыз. Енді мен деген наконец-таки кішкене тұрғызып үйрендім. Яғни дегенше салып осындай нәрселерді кәдімгідей бізде салу деп айтады. Сендерде қалай не деп айтады? Қалай аталады? Мысалы үй салуды бізде үй салу деп атайды. Кейбір жерлерде үйді не деп атайды тағы да, үйді соғу деп атайды екен. Мысалшы қазір халықты біз соғатын боламыз осылайша аямай тұрыпшы. Міне уже деген аяғы деген кетіп жатыр. Көріпсіңдер ма? Уже екінші аяғы мына қараңдаршы. Әдемі кетіп жатыр. Базар жоқ. Бүгін деген біз әдемі қылып тұрғызуға тырысамыз. Себебі деген уже ят екенші барлығы әдемі қылып жасайды. Мен болсам қайта қисық қылып тұрғызып қоймын. Халықтардың бәрінше кәдімгідей мен жасаған нәрселердің бәрін итті көріпсіңдер ма? Деп тұрғып байқысын тұрсын қарашы, ұялып тұрған өзінің түріненші. Сен неге мен сияқты қылып салдың деп жылап тұрған байқыс беннің түрін көріпсіңдер ма? Ар жақта тұрғаншы. Содан ят боқылды негізі бенненші. Вот біз деген уже тізесіне шейін аяғын тұрғызып садық. Тауық родной. Дейсің, ожым тұрғыздық. Енді деген бізге кішкене қисайту керек. Өйткені деген менің адамдарым осы всегда дүп-түз болып тұрады. Ал халық деген кәдімгідей үлкен ғой, кәдімгідей қисайып, кәдімгідей шаршап тұру керек қой. Ана білесіңдер ма, осылай отырып күлетіндер бар еді ғой, шана. Депші, мынау тура солай болып қалды. Мынау енді үйде ойламаңдар, бұл үй емес, бұл деген халықтың бұты. Ну, енді памперс киіп алған ба деп ойлап тұрған шығарсыңдар да. Жоқ, бұл жерде ешкім памперс кимеген, просто мынау сол халықтың бұты да, осылай көрінеді. Байқұсыңшы, сондықтан мынау міне киімін бұтындағы деген білесіңдер ғой, халықтың бұты осындай көкпеңбек болып жүретін. Ал мынау уже міне денесі кетіп бара жатыр, денесі. Мынау уже біздің халықтың денесі, яғни деген ол халық деген качок қой, негізі деген оның пресі бар, кәдімгідей качок қой. Мынау уже деген соның уже денесі кетіп бара жатыр, көріпсіңдер ғой. Мына қараңдар, уже деген арып жатыр, барған сайын арып жатыр. Мына бұрыштарын қалай қосып қояйық, былайша типа качоктық кішкене қосып қойғаса бір качоктығы бар арасында, былай қосып қойсаң көріпсіңдер. Мына уже денесі деген кетіп бара жатыр, кәдімгідей качоктанып уже деген мына уже денесі қараңдар, базар жоқ па? Былай кетеді, және де былай кетеді, былай, сосын тағы да былай. Көріпсіңдер ма? Әдемі ғой, әдемі. Мына жерге енді кәдімгі пресс қою керек қой, көріпсіңдер ма? Пресс деген екен білесіңдер ме? Міне пресс деген мынау ғой.
мынау ғой міне көріпсіңдер ма, ана қараңдар, төртеу ана арасын ашып қою керек мына жаққа кәдімгі көріпсіңдер ма, кәдімгідей жестко уже деген пресс кетіп бара жатыр ғой, кәдімгідей көріпсіңдер ма, уже деген уже качок танып бара жатыр, кәдімгідей жестко өсіп бара жатыр біздің халық дегенше. Сондықтан тез мына уже Денис қой, қазір Денисін салып тастайық былай. Әдемі ғой мынаның Денис деген, халықтың Денис деген негізі качок қой. Бір түрлі болып қалды, бірақ деген қазір мен әлі салып біткен жоқ. Мен қазір салып біткен кезде бәрін таңғаласыңдар. Әлі мен салып біткен жоқ. Мен салып біткен кезде дейсіңдер ғой. Өйткендігі мен опыт жинадым осы ауылданшы. Кәдімгідей опыт жинамағансың ғой, жарты артын біз потом жүрмейміз. Ең бастысы алдын әдемі қылып салып алайық. Все мына жерге уже мынау деген уже мына жаққа былай кетеді. Мынау уже көрінер ме, уже деген оның денесі шығып бара жатыр, көріпсіңдер ма, кәдімгідей корпус шығып бара жатыр, кәдімгідей әдемі болып корпус шығып бара жатыр. Былай мына жерден ол өседі, былай кетеді ғой, былай қарай өседі екен, айтпақшы былай тік деп өседі, сосын мына жерден бөлініп кетеді арасынан. Өйткені деген бұл качоктығын көрсетуіміз керек қой, біз деген халық деген кәдімгідей жесткий качок қой, біз деген сол качоктығын көрсетуіміз керек. Мына жерге қоямыз ғой не? Жоқ. Былай екен ғой, мына жерден брат керек емес. Все міне көріпсіңдер ма, мына жерде уже мына жерде мыналардың прессы деген мына жерде қалып қалады уже оныңша. Или былай төртеу қоя салмаймыз осылай, или алтау ма, осылайша міне мына уже пресс бола салсын. Или тоқтан алып тастаймыз, или жоқ былай, сосын былай ма. Осы пресс вообще оның әдемі негізі, төртбұрыштысы. Мен соның төртбұрышты әдемі прессін саламай тұрмын ғой. Ят болды мына жерден, ят болып қалды, жестко. Ят болып қалды, сондықтан осылай тұра берсін. Төрт жақта төрт прессін ортасынан қойсақ жарайды. Мына уже әдемі пресс. Міне уже қазір мына жаққа уже денесі кетіп бара жатыр, көріпсіңдер ма, міне мына уже. Мынау деген уже качок танып жатыр ғой, кәдімгідей мускул деген шығып деп халыққа айланып бара жатыр ғой, білесіңдер ма, кино мультигін көрдіңдер ма, киносын көрдіңдер ма, сол жерде халық деген кәдімгідей айналады ғой деп ше, тура солай міне уже айланып качок денесі шығып бара жатыр. Мынау кәдімгідей денесіне мускул қосып қойық, кәдімгідей мускул қосамыз да былай әдемі қылып саламыз. Керек болса уже қараңдар, уже ұқсақ болды кішкене. Мына уже денесі, мына уже кетіп бара жатыр денесі. Енді деген мына жерін былай жабайық. Арасы деген осылай негіз, осылай жабу керек арасын. Мына уже көрдіңдер ма, качок денесі мына жерін кішкене асылып тұру керек, екен біліну керек қой. Жоқ, тоқта, мен түсіндім да. Мына жерге аламыз да, мына уже качок денесінің арасына. Жоқ, качок денесінің арасы 3D болып қалсын, просто осылай екі пресс, сосын мына жерден тұрамыз да, тік. Ой жоқ, мына жерден тік, екі прессте мына уже ашық қалсын да. Қара уже екі прессы бар, көріпсіңдер ма, мына екеу керек емес, вообще керек емес. Өйткендегі мына жерде оның уже әдемі прессы бар, оның прессіне кім тиіседі, или былай қоя саламыз, мына жақтан бір пресс болса, сосын мына жерден бір пресс, тік, мына жақтан тік, бір пресс қой, мына жерден үстіне тағы бір пресс кетті. В общем, прессті потом әдемі салатын боламын, себебі деген мен особо опытым жоқ пресс салудан. Яғни деген мен пресс сала алмаймын. Сонда да жарайды. Бұл әдемі қылып салсау керек негізі, болатын еді ғой. Жарайды, потом салатын боламыз, оның не істейміз оның прессінде де. Уже мынау денесі кетіп бара жатыр, халықтың қарасаңдар, мынау қарандар ботамен денесі кетіп бара жатыр. Міне қарап тұрсыңдар, бірақ ештеңе түсінбей тұрсыңдар. Ты что ты такое деп тұрған шығарсыңдар да. Дұрыстап тұрып қараңдар, өйткені былай алдан қарасыңдар, міне уже мынау пресс, мынау денесі көріпсіңдер ғой, мынау аяғы да. Қазір деген бұның қолымен басы ғана қалды салу атын. Абракадабрака, суф дейсің ғой. Братан, мен жібере саш, мен ұстап алды, пожалуйста, мен жібере саш деп мынау жылағысы келіп тұрған шығар мына жерде да. Бірақ біз деген жібермейміз, сен қанша жерден халық бар ғой, мен сені үлкен гигант қылып салып жатырмын ғой, сондықтан до конца салуым керек. Міне аяғы кетті, пресс кетті, мынау уже басы мінеше, мынау уже көзі көріп тұрғандарындай көзін айтсаңдар, ой құдай байқұсын, жылағысы келіп тұр, жылама қызым, бұлама қызым, әкеңде, ой басқа өлең айтып кетіпті. Қазір деген енді мына жерге біз деген бұның халықтың қолын салатын боламыз, кәдімгідей халықтың качок қолын мына жерге салатын боламыз, денешке как болар резкий қылып. Ал енді осындай Маша жасаған шедеврді көргілерің келіп тұр ма? Тогда өздерінің лайк деген кнопкалары мен қызыл подписаться деген кнопкаларын басып кетіңдер. 1, 2
қараңдаршы, мынаны қара дейсің ғой да. Кәдімгідей жесткий тип тұр ғой мында, жесткий тип қой, базар жоқ қой, базар жоқ. Қарасаңдаршы, мә керек болса алыстан кетіп қарашы, кәдімгідей қатты алысқа барса, ой көрінбей кетеді екен. Көрдіңдер ме қандай әдемі болып тұр. Базар жоқ, халықтың скиін салып жағасың ғой, жесткий да дерзкий ғой, намайма айтыңдаршы кішкене. Мынаған қарағанда нормально шығар, но қараңдаршы, кәдімгі мускул бар, бұтында киімі бар, мынаған қараңдаршы. Мұнаны қараңдар, жесткий ма, жесткий деген ойдамын. Ал енді құрметті көрермендер, сендерге осы видеоны лайк бас комментарий жазып кетіңдер. Сендермен бірге болған бұл мен Эйман Кизет. Келесі видеода кездескенше, пока-пока. Сәлем берді құрметті көрермен. Мен деген сені сыйлап сәлем беріп отырғандықтан, сен деген осы арнаға тіркеліп, мына лайк кнопкасымен қызыл подписаться деген кнопканы басып кет. Сендермен мына не деген красавчик ала. Сәлем бердік. Мен жеген бар ғой, сені сыйлап сәлем беріп тұрған соң, сен де мені сыйлап бар ғой, осы арнаға тіркеліп, мына қызыл подписаться деген кнопкамен лайк кнопкасын басып кет. Мен деген уже екінші рет сәлем беріп жатыр. Неге деп ойласаңдар, мен мына shift 5 рет басқан ғой, тың кетеді, шығып кетеді ғой, кәдімгідей жыныма тиіпші. Ал енді деген бүгінгі видеомызды біз немен бастаймыз? Бүгінгі видеомызды деген менің өлеңіммен бастаймыз. Ал тыңдап отырсыңдар ма? Қара жағында тыңдап отырсың родной, давай тыңда. Ойбай сарғыз піскен қарбызыңның біреуін маған жарғыз. Ойбай сайта ойнап айтам, апаң ұрсық баладау үйге қайтам. Ал енді деген өлеңім ұнаса бар ғой, сенен точно лайк. Бүгінгі видеомыз неден болады деп ойласаңдар, мынау кім деп ойлайсыңдар да? Көп ойлап тұрған шығар, немене депші, бұл бізде халық. Біз деген бүгін не істейміз? Біз деген бүгін айшуақты білесіңдер ма? Айшуақты білесің ғой, сен білесің ғой, айшуақты білмейтін адам жоқ қой, өткен дегенге данымын трендтен шықпай жүрген балалар ғой. Бүгін деген біз айшуақтың скиін салатын боламыз. Да, сен маған жоқ. Қазір мына жерге міне тура халық деген қарасыңдар, бізде өте авторитетный адам ғой. Біз деген айшуақтықын примерно мына жаққа салатын боламыз. Типа бір-біріне қарап тұр үшін айшуақ бейінге қарап тұрады. Ана бенің түрін қарашы. Мына жерден біз деген айшуақтың скинін үлкен қып тұрғызатын боламыз. Ал саған осындай темалар ұнайтын болса лайк бас кет, мен обязательно қайталайтын боламын. Кімнің тағы да скинін тұрғызайын үлкен қып, сен соны комментарийға жазып өт. Ал біз бастаймыз. Біз неден бастаймыз? Біз деген енді аяқтан бастаймыз. Оған конечно неден бастайсың басқа қарасаш. Кішкене мына біздің кім еді, мынаның аты кім еді? Мынаны кішкене қараңдаршы, бұты талтақ болып қалды. Сондықтан деген біз кішкене айшуақтың аяғын кішкене бір-біріне жақын қоятын боламыз. Өйткені деген енді халық жарай талтақ болса үлкен ғой. Ал біздің айшуақтың қазір керек болса қарана екі шетіне қойып қоямыз да, ортасына туалет салса. Жоқ, қазір мен деген мына жерге мен деген мына жерге әдемі қылып аяғын салатын боламын. Ал біздің процесс кетті, яғни деген мен деген көріндер машып тұрмын. Міне біз деген міне уже аяғын бастап салып жатыр. Біз ойлаған бұл бір-біріне қосып қояйын деп ше аяқтарын, бірақ олай әдемі болмай қалады. Сондықтан деген біз бүгін өте әдемі қылуға тырысамыз. Міне мынау деген уже біздің айшуақтың аяғы. Менің ойымша айшуақ деген ең оңай салынатын сияқты. Мне кажется, себебі деген ылғи простой детальдер кәдімгідей оп-оңай және де кәдімгідей әдемі көрінеді. Ал кейбір нәрселер салатын болсаң, міне наларды вообще қиналасың ғой. Пресс айтшы, пресс не мынау пресс, ё-моё, сен мынаны айтшы. Көзге тиіп қалмай қыстың. Бенді айтшы. Ал мына жерде онда кәдімгідей бәрі деген оңай, себебі деген көріп тұрсыңдар ғой, кәдімгідей бәрі кәдімгідей қара көрінеді ме? Аяқ мына уже міне уже кроссовка аяқ болды, уже бітті салым. Түсініп тұрсың ба уже? Кәдімгідей көрінеді ме? Қалай оңай екен деп енді мен уже аяқты саған, ананың аяғын сағанда да айтқам оңай деп ше. Қазір деген біз деген енді көтерілеміз, көреміз қалай оңай бола ма, болмай ма. Бірақ сен өте не бар, кәдімгідей желание бар, бешеный кәдімгідей до конца салуға. Міне мынау уже біз басы деген аяғын тұрғыздық. Көріндер ма? Мынау кроссовка. Неге ұқсайды? Бірдеңе ұқсайды бар ғой. Неге ұқсайды?
бір ойынға ұқсай ма бірдеңе. Ал міне біз деген уже сымын салатын боламыз. Сым шалбар, джинсы, кофта, майка, міне осы міне көріп тұрғандарыңдай бізде көк түсті, бұл уже джинсы болады, значит көк түсті болса, значит джинсы. Джинсы ма? Джинсы или трико, или вообще басқа бірдеңе бар. Біз деген қазір фөк кетіп, тез салуымыз керек, қазір бейінге қарап тұрады, қара көрінді ме, бейін үшеу халық біріне қарап тұрады. Ана жерге біреудің есін салам, кімнің скинін салайын, сен комментарийға жазып өт, қазір, на. Міне мына бәрін салдық. Міне мынау менің ойымша осылай жететін сияқты, қалай ойлайсыңдар, жете ме уже ұзын болып кетті, жететін уже аяғы, или қысқа болып қала ма? Жоқ, чуть-чуть салу керек сияқты, мне кажется, енді чуть-чуть төртеу салу керек сияқты, қарандар. Ой, төртеу дептім ғой, екеу. Біреу, екеу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Міне деген, болды, все. Біз деген салдық. Енді деген екі бұтын арасын қосамыз, міне екі бұтының арасы қосылды бізге. Енді қосылды екі бұтының арасы. Енді деген нәжге қарандар, нәжді біз деген әппақ қып нәжегі осыға қоятын боламыз. Бұл не десеңдер, бұны сұрамаңдар, мен айтпаймын. Мынау міне қоңыр белдік қоңыр болған дұрыс па, қалай ойлайсыңдар, или қоңыр белдік дей салайық, негізі біз өзіміз кішкене изменение салдық, бірақ қоңыр әдем болады. Мынау если что, мынау не ғой, ловис деп аталады, если что. Вот міне салдық, біз енді майкасын тігінен салатын боламыз. Мынау деген міне әппақ, бұл не деп ойладыңдар ғой, бұл майк, яғни деген жынсымен мына ременнің сыртынан шығып тұрған майк, міне көп түсіндір ма, мынау уже деген міне уже мынау майкасы кетті, әппақ майка. Қазір деген міне мынандай әдемі түспен қарағымыз, бәрі оранжевый түс қой. Осы оранжевый түспен біз деген уже киімін тұрғызатын боламыз, яғни деген курткасы. Мынау мен қалай ойлайсыңдар, не брендті ойлайсыңдар, да өздерің ойлап қараңдар, қандай бренд қараңдар. Курткасы мынан қараңдар, курткасы мынау, мен вообще куртка деп ойлап тұрған жоқпын, бірақ мне кажется, куртка сияқты, мне кажется, оранжевый куртка, аппақ майка, жарайды, аппақ майка біздің базардағы аппақ майка деп айтайық, ешқандай брендсіз. Ал мына ловис деп айтайық, мына несін ловис деп айтайық, мына несін неше аталайды, белдігін. Ал мына үстіндегі куртканы не деп айтамыз? Ой, Санечка, ты что снимаешь, Санечка, снимаешь? Все. Мен деген неге бар ғой, тоқтамай тұрып отыр десем, егер сенде осы Айшуақтың несін қайталағың келсе, егер де сенде Айшуақтың осындай скинен тұрғызғың келсе, тура мен видеомды көріп өтіп сала берсең болады. Себебі деген мен деген полностью керек болса жоқсақ болды ма дегенсің ғой. Енді мына жерге в каким-то образом нені сыйдырып жіберу керек, денесін деппін ғой, қолын сыйдырып жіберу керек, керек болса денесін деп қоясың ғой. Міне майканы міне арасынан былай, мына уже мойны кетті, мына уже көрінді, майка мойны кетті. Тура мойын жанынан тағы да біз кішкене былай өтеміз. Тук-тук, сен маған жоқ деме. Міне көрінер ма? Уже көріндер ма? Мәна қоңыр, не қоңыр, мен соны түсінбедім. Қоңыр бейт емес, қоңыр шашы. Вот, қоңыр деген мынау екен ғой, бейті мен мынау түс кетпетшер. Мынау міне бізде беті Айшуақтың, яғни деген мынау беті былай түк көрінер ма? Түк. Или слишком жалпақ бет болып кете ма? Мына жақтың екі жағын алып тастайықшы, көрейік, давай. Енді мен басқа қоңыр естіген тапқан жоқпын, мынау кішкене жарыспайды екен, бүкіл нәрсе бұзылып кетті ғой, алып тастайықшы. Вообще қазір басқандай біз бетін тауып алатын боламыз, яғни деген біз бетін басқа нәрседен салатын боламыз. Әзірше міне мойынға келдік. Енді осы мойыннан біз деген несін тұрғызатын боламыз, уже қолын тұрғызатын боламыз. Мынау қолы міне. Қолын қалай тұрғызамыз десейші. Керек болса, енді қол проблема дейсің ғой, қол тұрғызу деген оңай емес дейсің ғой, да? Көз қара былай. Тоқта. Қазір мына жақтан былай. Сосын былай. Не болып қалды? Или былай. Жоқ, дұрыс емес. Былай. Қолын қалай тұрғыза саламыз? Қолын типа, гусинга санф деп тұрған сияқты тұрғыза саламыз ғой, да, қолын кеттік, былай. Все, да, мына уже ұзын болып кетті. Шеу. Тік.
О, шо, мынау міне қолы деген салыны бастады. Міне мына жерге біз деген енді үш нәрседен тікет тұрғызатын боламыз. Енді что-то ұқсап отыр ма? Ұқсап отқан сияқты. Мне кажется, егер қазір ұнамай қалса, біз деген қоса салатын боламыз. Тағы да бірдеңені качокла салатын боламыз. Денесін. Мынаны қара. Мә керек болса мынау. Мынау тұнып тұрған айшуақ қой, қарасаңдаршы, мынау кәдімгідей только бар ғой бір жан жетіспейді егер бар ғой, мынаған деген кәдімгідей жан қосып жіберетін болсаң, кәдімгі сөйлеп кетейін деп тұр ғой, турашы. Кетті қазір мына жерге тағы да чуть-чуть біреу, мына қараңдар, чуть-чуть біреу, өйткені қол деген шынтақ тиген ұзын болады. Оңай нәрсе емес. Мына жерге де тік сосын деген мынандай көкпенбек, мынау бізде браслет. Менің ойымша мынау да, мне кажется, Гуччи сияқты, Гуччи браслет сияқты, или вообще бұл жиденің қолы. Жиденің қолы деп, жиденің бірдеңесіошым деген көп түсіндір. Енді деген бізге енді бетімен саусағын салу керек болды. Тоқта, қол слишком ұзын болып кетті. Ой, қол слишком ұзын болып кетті. Сондықтан деген біз деген мына жердің бәрін алып тастайтын боламыз. Тік. Яғни деген мен мына жерге салатын боламыз. Шо. Бір этаж ғана біз деген осылай түсірдік. Тік. Міне, уже ұқсақ қалды. Енді мына ортасына басы ан жаққа саусақтар. Все дайын. Мә, братан, мынау болмады, мынау не құмырсқа ма, мынау адамы не мынау, осы ешкімге ештеңе жақпайды екен бар ғой, мен ұқсат жем деп ойладым ғой, сендер вообще бейінді қарасаңдаршы, көзі қайтан пайда болыпты ғой. Қараңдаршы, чуть-чуть ұқсатамын дедім, мен кішкене ұқсамай қалды. Енді ренжімеңдер, здесь уже наша полномочия все уже, типа, сондай енді жарайды, біз деген қазір енді аяғына шейін апаратын боламыз, біз до конца апаратын боламыз, біз деген ортасынан ешқашан ештеңені тастамайтын адамыз ғой, сондықтан деген біз деген до конца апаратын боламыз, яғни деген басын, яғни деген біз до конца жалғастырып отырық қой. Мынау кешеше бір тишка жалғастырып отырық қой басын. Біз деген до конца басын төртбұрышты коробка қылатын боламыз, Майнкрафттағы сияқты төртбұрышты коробка сияқты. Все, қараңдар, чуть-чуть ұқсақ балған сияқты. Просто айтып тұрмын ғой, адамда 90% бар ғой, әдемілігін шаш келтіреді. Сондықтан деген біз қазір мына шашты оған шаш салатын боламыз. Тік. Уже көріндер ма? Қалай деген уже чаш деген уже көріндер ма? Қалай не беріп жатыр көріндер? Түр беріп жатыр көріпсіңдер ма? Қандай әдемі болып жатыр көріндер ма? Чаш деген айтып тұрмын ғой. Бірінші не етейік, нулевка салсылақ, яғни деген бірінші андай шаша салсаламыз, типа ешқандай шығып тұрған жоқ, типа армияға алып кетейін деп жатыр депші, типа шо армияға алып кетейін деп жатқан сияқты чашты. Мынаң тақыр оспақ болды анау. Газ, біз деген бірден өзгертуіміз керек. Мне кажется, біз бәрін дұрыстаған жоқпыз, өйткені деген чашты кәдімгідей, чаш деген стройный болады ғой кәдімгідей ше. Тік кетеміз де саламыз да, сосын мына жаққа тік кетем. Көрінер ма? Кәдімгідей мастерский көріндір ма? Әдемі кетіп қалды. Енді шаш деген оңай нәрсе емес, енді шашпен ойнауға болмайды, өйткені шаш деген ешқашан оңай нәрсе болмаған. Шаш деген оңай нәрсе емес. Сондықтан деген нетіндер, маған прикол ұстамай қойыңдар, өйткені деген шаш салу деген ол оңай нәрсе емес, бірақ деген не өкпетті. Может деген біз көзін шығарамыз алдыға. Тік кетіп көзін көрінер ма? Көзін типа шаштың бер жағына қоямыз былай типа. Не өкпетті? Мә керек болса біз деген қараңыз, киімін әдемі салдық, ботын әдемі салдық та тура чашына келдік те. Тұтылдық та қалдық, қойшы, кәдімді болмай кетті. Саншка, ты чё, Саншка, болмай кетті, Саншка. Жарайды, мынаны былай қоясылықшы, ал былайшы. Жоқ, былай. Слишком монотонно болып кетеді. Қара. Жоқ, мына жақ по-любому керек емес. Мына жақ, мына жақ керек, мына жақ керек емес. Газ.
Газ. Қалай салса болады? Шашын қалай салсақ болады екен? Шашын қалай салсақ болады екен? Тақтымдашы стройный шаш осы бәрін алып тастайық, өйткені деген мына сыртындағы шаш бізге сыртындағы шаш асау маңызды емес. Бізге бірінші стройный шашын тұрғызу керек, яғни деген өзінің шашын тұрғызу керек. Міне мына өзінің шашы. Көрінер ма? Өзінің шашы мына өзінің шашы. Міне көрінер ма? Енді деген біз деген тік мына жерге шейін саламыз, көрінер ма? Сосын мына жерден тік мына жерге шейін саламыз, көрінер ма? Міне чуть-чуть ұқсап қалды ма? Қара кекіл көрінер ма? Қазір мына жерге тағы да бір слой тұрғызып саламыз, енді жарайды енді. С кем не бывает, да? Ал тұнып тұрған Айшу. Ой, блин. Ятып қалды оны. Мен родной көмектесші маған. Мен, пожалуйста, көмектесші. Қарашы, мен не істеттім? Бұтын әдемі сал. Қарашы, бұтын әдемі сал. Қарашы, түрін ұзалым. Мен родной көмектесші маған. Шақты сыңғап толмай қыз картимсің ғой. Жарайды. Алыстан қарасандар кішкене ұқсайды, қара. Алыстан қарасандар кішкене ұқсайды ғой. Ұқсайды деп айтыңдаршы енді. Ұқсайды деңдерші кәдімгі дейді. Ұқсайды деп айтпайтындаршы, пожалуйста, ұқсайды деп айтпайтындаршы. Бірақ әдемі ғой. Айтыңдаршы, әдемі дейіңдерші. Жарайды, жақыннан қарамасындар, алыстан қарасандар мескин әдемі болады. Енді кішкене Айшуаққа ұқсамай алды, бірақ сонда да деген бізді енді стил берді қой, кәдімгідей стил ғой. Ал енді деген мына жерге біз тоқтаймыз да, былай тік кетіп қараймыз да, түк кетіп түсеміз да, бір тишкі бері қараса, былай қарап тұру керек екен ғой. Сенің өміріңде бірез Айшуақтың қолын аста көріп пең. Мен қарасын Айшуақтың қолында тұрмын. Ал енді құрметті көрермендер, сендерге видеоны осы видеоға мына қызыл подписаться мен лайк кнопкасын басып кетсеңдер. Егер де тағы да өлең айтып бер десеңдер, давай лайк басып күтіп тұрмын. 1, 2, 3. Ал енді кеттік. Ой, бай. Жоқ, ол емес. Тыңдаңдар. Көк тудың желбірегені жаныңа қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені.